Оппозиция біріге ала ма, біріге алмай ма деген сөздің өзіне де сын көзбен қарау керек. Мысалы үшін өткен сайлауда, президент сайлауында 2004 жылы оппозиция бірігіп өзінің атынан бір адамды ұсынған. Онда партиялар да, қоғамдар да кәдімгідей түсінікті халыққа бағдарлама жариялаған. Ал ол әдетте қазір жойып кеткен тағы да мына жоғары жақтың биліктің іс-әрекеті. Ол кездегі менің ойымша біріккен азаматтардың көпшілігі сол дәп қазіргі уақытта қайтадан бас жиюға, қайтадан қосылуға мүмкіндігі болмай қалды. Себебі олардың әрқайсысын жеке-жеке жаншып тастады. Менің ойымша өмір өзеннің ағысы сияқты тез жылжып өтіп жатқан уақытта бұл оппозицияның қатарына жаңадан адамдар келу керек. Бұлай өздерінің сөз саптауынан, өздерінің пікір айтуының бағытынан қарап отырып, ондай жастар бізде бар. Ал енді дәп бүгінгі таңда бірігу керек деген мәселе қозғалса, ол бірігу қазіргі елге танымалы болып отырған Жармахан менен Ғазиздің маңайында болу керек. Бұл өзінен өзі бір шыңдалған екі адам, өзінен өзі белгілі екеуінің де партиясы әділеттілік жолда халықтың мүддесін қорғайтын партия деп есептеймін. Біреуі коммунистік партия, біреуі социалистік партия болғандықтан емес, бұларды халық тыңдайды деген есеппенен бірге айтып отырын біріктіріп. Екеуінің де халықтың арасында басқалармен салыстырғанда қайсы бір жігіттер айғайлап шығып, ұрандап, халықты ұйымдастырып айтып бүйтіпті біраз іс-қимыл жасаған, бірақ олардың арасында қайсы біреулері қайтадан сол режимнің ықпалына барып қызмет істеп жүргені де бар. Ал мына екеуі бір беткей адам. Ұстаған жолын әлгі бұза бермейтін адам. Жалпы саясат деген бір арғымаққа мініп шапқан жұмыс емес. Арғымақты қай уақытта болса да бұра беретіндей. Саясат деген бір қатты бағытты ұстайтын шаруа. Бұлардың саяси партияларды сол бағытта деп есептеймін. Ал өздері партияның басында отырған азаматтар алдам жарыпта, тұяқбайда халыққа танымал, халыққа түсіндіре алады өздерінің ой пікірлерін. Ертең сайлауда жеңіп шығып жатса, халықтың мүддесін қорғайды деп есептеймін.